Қазір тоқтамдан тоқтасын. Жазып отырсың ғой? Емейлі ол тоқтай қоймас. Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Мақсат Мырза, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі бейнеролик Нұр-Сұлтан қаласында 2023 жылы берілетін Нұрлы жер бағдарламасы бойынша баспаналар. Дәл мен артында көріп тұрған нысан бұл шығыс маңындағы үйлер. Бұйыртса, үшінші осы күз айында болатын нысанда жүзеге асатын үй осы, мен сіздерге айтып жүрген. Одан кейін жылдың соңына дейін Нұр-Сұлтан қаласының тағы да бағыстан қалды. Бұйыртса 2023 жылға соғылатын нысандарды мен сіздерге қазір таныстырып қайтамын. Қазір 2023 жылы соғылып бітетін бағанағы нұрлы жер бойынша берілетін үшінші нысанға келдік. Алдын екі нысанға бардық, біреуін көрдік. Алдыңғы біреуіне барсақ, о жерде әлі құрылыс бастала қоймапты. Енді қазір барып, осы нысанды тамашалайтын боламыз. Мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, артында соғылып отырған үш нысан, бірінші, екінші, үшінші. Жалпы не байқап тұрмыз? Біз бұл жерде көріп тұрғанымыздай нысанның өзінің көтерілуі монолитті, ішінде наполнениясы газоблок болады. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша соғылуда барып өздеріңізбен бірге бақылап қайтайық. Жүріңіздер достар. Жалпы енді келесі жылға нысандардың бағасы қандай болатын мен сіздерге толыққанды айтамаймын. Себебі белгісіз әңгіменің ашығы. Биыл мысалы баға 220-дан етін. Анау жылы мен бір-екі жиналысқа қатысқан кезде айтқан етін. Мақсат Мырза 2022 жылы бұйыртса осы нұрлы жер шаңырақ бағытына берілетін нысандардың бағасын 220-дан көтереміз дегенде қылған етін. Бірақ биылға ешқандай өзгеріс болған жоқ. Білмеймін енді. Биыл болатын жаңа нысандарда баға өзгеретін шығар, басқаша болатын шығар. Ол жөнінде нақты хабарлама жоқ. Бірақ осы 220 деңгейіне қалады деген ойдамыз. Себебі міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мына нысан болады, міне асфальт төселінген, асфальт бірден көрініп тұр. Мынау свежий асфальт екен. Есігінің алдында толықтай тазалап қойған. Бағана граниттарын төсеген, қабаттарын бәрін көтеріп, пластик терезелерін бәрін қойып тастаған. Енді бұйыртса, міне келесі жыл болатын нысанды сыртынан бір көрсетіп өтеміз. Жалпы ішіне кіруге ой болған, бірақ бүгін ден строителі, сондықтан осы жерде жұмыс жасайтын көптеген мамандар, бағанағы басшылары сағат қазір қанша болып қалды, өзі 6 болды ма, 5-тен аса қайтыпты. Дүйсенбі күні келіп толыққанды көрсеңіздер болады деп айтты. Міне достар, қараңыздар, жалпы локация бойынша қараңыздаршы. Мінекей, нысанның өзі тұр, менің артымда. Одан арғы жерде тура бином мектебі тұр. Бұлайынан тікелей шығатын болсаңыздар, Сығанақ көшесі. Міне бұлай ғой жалпылама. Бұлай ұзыннан Тұран жатыр. Мына жерде Сығанақ, арғы жақта Қаймұхаметханова көшесі. Мына жерде мінекей бином мектебі болады, жан жақта балабақшалар, барлығы жеткілікті. Тұран даңғылы, Хан Шатыр, Сарыарқа, не айтайын, одай Мечта мына жерде үлкен магазиндердің бірі. Кішігірім азық-түлік дүкендерде бұл жерде жеткілікті. Бұлай қарай, шамал Тұранмен жол жүретін болсаңыздар, бұл жерде үлкен Магнум да бар. Жалпы дамып отқан райондардың бірі. Мен мына үйді ойлап жүргем негізі, осы арнай мемлекеттік бағдарлама бойынша соғылады ма десем, жоқ, бұл коммерциялық үйлер екен. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша мінекей мына үй соғылып отыр. Үш башня. Көшенің атауы, қазір біз сіздерге көшенің атауын оқимыз. Нұр-Сұлтан қаласы жапсарлас салынған үй жайлары мен паркингі бар көп пәтерлі тұрғын үй кешені Е16, Е24, Е45 дейді. Тапсырыс беруші Нұр-Сұлтан қаласы құрылыс басқармасы. Начало, яғни басталуы 1-ші квартал 2022, аяқталуы 4-ші квартал 2023 деп тұр. Енді жалпы нұрлы жер шаңырақ бағытындағы негізгі ережелерді ескеретін болсақ, нысанның берілуіне 3 ай қалған кезде программаны бастай береді. Мына үйді де уже дайындап қойған сыртын беруге. Жалпы бұл бейнероликтің мақсаты сіздер танысың, білсін. Келесі жылы мысалы осы бағдарлама бойынша қатысып, үйлі боламын деп жүрген жандарға әйтеуір бір құлақ қабыс қой. Біліп жүріңіздер, қарап жүріңіздер деп өте дамып отқан аудан. Шамал дауыс естіліп тұрған шығар, енді мына ар жақта құрылыс жұмыстары жүріп отыр. Өте қатты дамып отқан аудан. Мен бір 7-8 ай бұрын, қажет десеңіздер енді бір жыл дейікші.
келіп бұрын осына 3 нысанды бақылап жүретін. Мақсатпен YouTube каналында бейнероликтер бар. Барып келіп көретін, қалай соғылып отыр, тағы да басқа. Мына аудандардың көбісі бос етін. Өгізе мына бино мектебі де жоқ, ар жақтағы нысандар да жоқ. Мысалға да мына нысандар да жоқ, айдала етін. А қазір қараңыздаршы, жан жақтың бәрінен үйлер соғылып отыр. Мына жерден былайынан ұзыннан үй түсіп отыр. Мына жерден бір жана көше түсіп отыр. Көресіздер, міне қараңыздаршы, мына жердің бәрі сіздер үшін қазір көгал болып тұр, мен артым бәрі сіздер үшін бір көгал болып тұр. Достар, ары кетсе бір 3-4 жыл мына жердің бәрі нысандарға толып кетеді. Ана жерде өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, міне қараңыздаршы, тікелей. Байқасаңыздар, бір жана нысан соғылып отыр. Не нысан екенін білмеймін. Менің ойымша бір ол жаққа да тұрғын үй кешендер түседі деп ойлаймын. Мына жердің бәрі үй болады. Сондықтан келесі жылға жақсылап дайындалып жүріңіздер. Нақты бағасын енді мен сіздерге былай болады деп айта алмаймын, бірақ жалпылама өздеріңіз көріп тұрсыздар. Енді бізге әзірге бұл нысан бойынша ақпарат берілген жоқ, бірақ мен өзім бүйтіп қарап тұрғаным бойынша 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 анау екі шетіндегі үй бар ғой, бір 14 15 16 қабаттан болады. Мына ортасындағысы мүмкін 18 қабатқа дейін кетіп қалуы мүмкін. Мына сыртындағы проектке қарайтын болсақшы, Е16, Е24, Е32, Е45 деген көшелер екен достар. Бином тұр. Ой, күшті болады. Ана жерде жалпы үлкен бір бос участок бар. Ол жерден де үлкен микрорайондар соғылып кетеді. Жалпы аудан өте дамуда. Маған өзім ұнайтын аудандардың бірі. Не үшін десеңіздер, қараңыздар достар. Нұрлы жол бульвары тұр, Нұрлы жол бульвары дейміз, бағанағы. Ақорда басталады, Ақордадан кейін бағанағыдай Хан Шатыр кетеді, Хан Шатырдан кейін Бәйтерек кетеді, Бәйтеректен кейін Хан Шатыр кетеді. Осын артынан былай қарай маған өте ұнамды аудандардың бірі. Көбісі айту мүмкін, ой, жағалау тағы да басқа деп. Достар, үйтіп айтпай қойыңыздаршы, өтініш. Дәл сөйтіп айтпай қойыңыздаршы. Өздеріңіздің шешімдеріңіз жалпы алушы. Неге десеңіздер, неге бұл ауданды мен әрқашанда мақтап жүремін? Мысалы, мен өзім ең ұнайтын аудан ботаникалық саябақ. Ботаникалық саябақтан кейін ұнайтын аудандардың бірі осы жер. Набережка, солармен қатарынан да. Неге? Мысалы, қараңыздар, мен сіздер осы жерден үй алдыңыздар делік. Үйден шықтыңыздар, көлікпен шықтыңыздар. Сығанаққа түстіңіздер, ары кетсе бір 2 минутта сығанаққа түсесіздер. Сіздер қаланың қақ ортасында тұрсыздар. Қаланың қақ ортасында. Бұлай өздеріңіз левыйда тұрсыздар етақта. Бұлай кетсеңіздер левый берек, әрмен қарай ар жаққа солға бұрылып кетесін болсаңыздар правый берек. Екі жаққа да бару бірдей уақытты алады. Мен осы ауданда орналасқан үйлерді түсірген кезде мен әрқашанда мақтап жүремін. Мені осылай, осы жерлерден көріңіздер деп. Одан бұл нысан соғып отқан Кастрой подряд, алдында бұл кісілер Абылайхандағы үйді соқты. Одан кейін мына 3 үй бар ғой. Бірінші үй, екінші үй, үшінші үй, мына 3 үйді де солар соқты. Одан кейін бұл кісілер соқты, Қошқарбаевадағы үйді соқты. Білесіздер ме? Қошқарбаевадағы үйде нұрлы жер бойынша беріледі ғой. Сондықтан сол достар, міне мынаяқтан да 3 үй соғып отыр. Жалпы құрылыс компаниясы құрылыс нарығында өзін көрсете білген құрылыс компанияларының бірі. Сондықтан жалпы бүгін жұмыстан шамалы ерте босадым да, бір 3-4-терге таман ойладым. 2022 жылға көптеген халыққа бір қажетті ақпарат болсын, осын біліп жүрсе екен деп. Менің өзім ойымша, мынандай үлкен үйде 1 бөлмелі, 2 бөлмелі, 3 бөлмелі пәтерлер болу тиіс. Сондықтан биыл конкурстан өте алмай, биыл конкурстарға қатысып, әрекет жасай алмай, деп көңілдер түсіп жүрген адамдарға айтайын, көңілдеріңіз қатты түсіре бермеңіздер. Келесі жылға да мінекей Құдайға шүкір нысандар соғылып, нұрлы жер бойынша жүріп отыр. Көріп тұрсыздар ма? Көп жан жақ қараңыздаршы, мысалы мен жан жақ қарадыңыздаршы. Ар жақта көрдіңіздер ма? Ар жақтағы нысандар, мына нысандар, көп нысандар. Бүгін жалпылам әңгімені ашшы ғой, мейрам ғой, бұл кісілердің ден строителі. Көп нысандар уже сағат 5-5:30-нан кейін бүгін тоқтап тұр. Қала бойынша жүрсекші. Енді ана жақта көбісі жай жұмыс жасап отыр екен ана жақта. Көбісі енді мейрам, бүгін мейрам. Бұл кісілер жұмыс жасап отыр. Сондықтан достар, қараңыздар, Мақсатпен YouTube каналына жазылыңыздар. Асфальт жолдың бәрі мінекей төселіп тұр. Уже төсеп қойған ғой. Мына жерде де жол болады деп ойлаймын. Неге десеңіздер, атауында жазылып тұр. Нұр-Сұлтан район пересечения улиц Е16, Е24, Е32, Е45 деп тұр. Яғни үйтіп жазса, басында бұл жақта былай ғой, бірден атау бермейді көшелерге, бағанағы А деген әртүрлі атаулар береді да. Кейін толықтай бағанағы коммуникациялар жүргізіліп, нысандар соғылып біткеннен кейін жерлерге бағана атауларын береді көшелерге. Қиылысы деп тұр. Яғни бұл үй ана көшенің қиылысына тұрса, мен айтатын едім, бұл үй үлкен көшенің бойында болмайды деп.
яғни қиылысы деп тұр. Менің пікірімше, мына бос көшені көріп тұрсыздар ма? Былай бос жер тұр ғой мына жерде, былайнан. Осы жерде жол соғылады былайнан. Қиылыс болады себебі мына жерде жол соғылады деп білмеймін, мүмкін. Бірақ мына жерде паркинг тұр. Мүмкін бұл жерде де бір қосымша кішігірім жол болады шығар. Бірақ основной мен өзім ойлап тұрмын да, қиылысы деп тұрғаннан кейін мына жерде бір жол болады. Мына жерде кішігірім жол болады, ар жақта тағы да бір үлкен жол болу керек. Қиылысы дейді. Себебі енді мен бұндай нысандар түсіріп жүргеніме біраз уақыт болды. Байқайын, көріп жүрмін, не істеп жүрмін, сондықтан қиылысы десе, значит, жайынан үлкен көшелер соғады деген сөз. Сол қымбатты достар, жалпы жан жақты бір көріп алыңыздар, жан жақты бір түсіріп жіберсеңіз, былай көріңіздер. Көрдіңіздер ма? Жан жақ қандай? Күшті енді, керемет. Астананың ауа райы, табиғаты, мына салқынды сезіп тұрсыздар ма? Қандай керемет сезім ғой, мына көрдіңіздер ма? Жан жақ әдемі енді. Күштіңіз көрдіңіздер ма? Керемет мынау енді табиғаты. Міне. Осындай жерде сіздер тұратын боласыздар. Астанаға көшіп келем, Астанадан үй алам дейтін адамдар дәл қазір сіздердің сәттеріңіз. Дәл қазір мен сезіп тұрсыздар мына желді. Жай мен микрофонымнан сезіліп отқан шығар сіздерге. Дәл қазір сіздердің Астанаға көшіп келетін сәттеріңіз. Неге десеңіздер, әлі де мына қаланың ішінде жақсы орналасқан жерлерден үй алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Астана жылдап өсе береді. Қала сыртқа қарай жылжи береді дегенде, қазір алған үйлеріңіз прям енді қазір соғылып отқан үйлер керемет жерлерден өте қолайлы бағадан әдемі үйлер соғылып отыр. Әңгімен ашығы. Сол жалпылама. Қымбатты достар, жалпы берілген ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Нұрсұлтан қаласында тұрғын үй кезегінде тұрған барша жандарға жіберіңіздер. Бағанағы WhatsApp-ына жіберіңіздер, группаларға жіберіңіздер. Өте пайдалы ақпарат деп ойлаймын. Неге десеңіздер, 2023 жылы тұрғын үй кезегіне тұрып, немесе 2023 жылы жалпы баспанаға әрекет жасаймын деп жүрген жандарға бұл өте қажетті мағлұмат болады деген ойдамын. Үлкен өтініш, Мақсатпен YouTube каналына тіркеліп қойсаңыздар, әр қазақстандық баспаналы болсын, Мақсатпен, мақсатқа.